Баршаңызға сәлем достар, сіздермен қайып берген Жадыра. Бүгінгі видеода осы презентацияның жасалу жолын көрсететін боламын. Себебі инста парақшамда жүргізген сауалнамадан 80% оқырманым осы презентацияның жасалу жолын үйретші деген екен. Сондықтан YouTube каналыма жүктеуді жөн көріп отырмын. Негізінен бұл бір мұғалімнен келген тапсырыс болатын. Оқушысы ғылыми жоба қорғайды екен, өсімдік селекциясы деген тақырыпта. Соған байланысты жасаған презентация. Ендеше жасалу жолын үйренгілеріңіз келсе, онда видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып отырыңыздар. Презентацияға керекті ақпараттың барлығы негізінен осындай Word документтерінде келген болатын. Тапсырыс берушіден әрбір слайд бетінде не жазылу керек, қандай сурет болу керек, соның барлығын біліп алғаннан кейін жұмысты бастадым. Әлбетте біз PowerPoint бағдарламасын ашамыз. Ең бірінші мышканың оң жағын басамызда формат фона дегенді таңдаймыз. Заливка деген жерде рисунок дегенге барамыз. Осы жерде ставить деген бар, соны басамыз. Из файла деп компьютеріңізде тұрған осы тақырыпқа сай суретті таңдап аласыздар. Осылай таңдап алған өте тиімді. Егер де вставка оның ішінде рисунки дегенге барып, кәдімгідей сурет қылып қоятын болсаңыздар, онда суреттеріңіз орнынан жылжып кетуі мүмкін, көп кедергілер жасауы мүмкін. Осылай жасап алған өте тиімді. Енді вставка оның ішінде фигуридан 4 бұрышты фигураны таңдаймыз да, осы суреттің үстінен толықтай жауып қоямыз. Одан кейін мышканың оң жағын басып, формат фигуры дегенге барамыз. Оң жақтағы цвет деген жерден керекті түсті таңдаймыз. Бұл тақырып өсімдіктер селекциясы деп аталғандықтан, жалпы жасыл түске арналған тақырып, сол үшін жасыл түсті таңдаймын да. Мұнда астындағы прозрачность деген жерде 30, 40 немесе 50%-ға дейін аралықта процентті көрсетеміз. Одан кейін линия деген жерге барып, нет линия дегенді таңдаған дұрыс. Енді X-ті басамыз, одан кейін керекті тексттерді осы жерге қойып қоямыз. Мінекей тақырыпты жаздым. Естеріңізде болсын, тақырып жазылған кезде ол өте анық көрініп тұру керек, үлкен размерде болғаны дұрыс. Ол үшін біз мінекей суреттің үстіне жаңағы фигураны қойып, кішкене прозрачность қойып, солай жасауымыз керек. Сол кезде анық, әдемі көрінеді. Және де көріп тұрғандарыңызда мінекей тағы да фигура қойып, оның түсін аққа бояп, прозрачность дегенді мінекей өзгертіп жатырмын. Бұлай мен әрқайсысын жеке-жеке тоқтамаймын, негізгі фишкаларды айта өтемін. Бұл фигураның ішіне қосымша ақпарат кететін болады. Яғни бұл ғылыми жоба болғаннан кейін оқушының аты-жөні, сыныбы, жетекшісінің аты деген секілді осындай қысқаша ақпарат кетуі керек. Яғни бұл тапсырыс берушінің сұранысы бойынша жасалынып жатыр. Одан кейін егерде оқушының суреті болса, тіптен өте керемет болады. Оның артындағы фонын алып тастап, мынау оң жақта бос тұрған жерге сол оқушының суретін қойса, одан да керемет болып шығады. Ал енді презентациямызға кішкене вкус беру үшін мындай 3D модельді қойып шықтым. Бұл вставка оның ішінде трехмерный модель деген жерде тұрады. Кез келген тақырыпқа түрлі осындай модельдерді табуға болады. Мінекей осыны қойып, осыған анимация беретін боламыз. Үстінен бір рет шертіп, анимация деген жерден именно осы трехмерный модельдерге арналған анимацияны қойып, осылай кішкене презентацияға вкус беруге болады. Онда бір шерткеннен кейін ғана анимация жүретінде қылуға болады, немесе автоматты түрде қосылатын қылуға болады. Және бұл анимация қанша уақытқа созылады, соны да қоюға болады. Ол үшін анимация деген жерде мінекей оң жақта запуск длительность деп тұр, сол жерден өзгерте аласыздар. Ал енді келесі бетті құрастырамыз. Ол үшін мінекей сол жақ шетте үлкен слайдты кішірейтіп бір деп көрсетіп тұр. Осы слайдтың үстіне мышканың оң жағын басамыз да, дублировать слайд дегенді басамыз. Сонда екінші слайд пайда болады. Сол екінші слайдпен жұмыс жасайтын боламыз. Бұл жердегі барлық текстті және мынау гүлді алып тастаймыз, яғни delete басып тастаймыз. Тек қана мынау ақ болып тұрған 4 бұрышты фигураны қалдырамыз. Оны мына видеодағыдай етіп, оның орнын ауыстырып, көлемін үлкейтіп, түсін
түсін ауыстырып және санын алтауға дейін көбейтіп қоямыз. Өйткені міндеті, мақсаты, зерттеу әдісі деген сияқты 6 түрлі мұнда текст қою керек болады. Презентацияңыздың өте әдемі, креативті, переходтары әдемі болып шығудың ең алғашқы фишкасы ол бірінші презентацияда қолданған фигураны екінші презентацияда да қолдану. Сол кезде сіздің переходыңыз өте әдемі шығады. Мен қазір бір слайдтан екінші слайдқа көшкенде ешқандай бір-бірінде қайталанбайтын фигураларды да қойып көрсетемін. Қалай шығатынын да көресіздер. Мінекей 6 фигураны да қойып алғашқы тексті жазып жатырмын. Енді сол жақ шеттегі 2 деп тұрған слайдтың үстінен мышканың оң жағын басып дублировать слайд дегенді таңдаймыз. Сонда үшінші слайд пайда болады. Бірақ қайтадан екінші слайдқа көшеміз де екінші слайдта тұрған әрбір фигураны бірінші фигураның артына жинақтаймыз. Ол бұлай жинақталу үшін әрбір фигураның үстінен мышканың оң жағын басып на задний план дегенді таңдауымыз қажет. Сонда алғашқы фигураның артына осылай әдемілеп жинақталатын болады. Енді үшінші слайдпен жұмыс жасаймыз. Бұл жерде әрбір фигураның үстіне керекті текстарды жазып аламыз. Бұл жерде барлығы бірдей болып кеткендіктен мен әрқайсының түсін осылай кішкене өзгертуді ұйғардым. Ал енді келесі слайд бетіне дәл бірінші әдіс секілді формат фона дегенді таңдап отырып суретімізді қойып аламыз. Одан кейін 4 бұрышты фигураны алып осы суреттің жартысынан келтіріп фигураны сызып аламыз. Мышканың оң жағын басып формат фигуры дегенді таңдап түсін жасыл түске өзгертемін. Прозрачность дегенді 30-50% арасында жасап қоямын. Және астында линия деп тұрған жерден нет линия дегенді таңдаймын. Одан кейін текст қоюым керек. Текстті бірақ мына жасыл фигураның үстінен емес, одан бөлек басқа шетке мышканың оң жағына апарып басып ставить дегенді таңдаймын. Немесе Ctrl+V батырмасын қолданамын. Неге? Себебі егерде дәл осы жасыл түсті фигураның үстінен апарып мышканың оң жағын басып қоятын болсаңыздар, ол кезде осы фигураға мына текст еніп кетеді де, екеуі бір зат секілді болып кетеді де, мына текстті өзгерту, орнынан ауыстыру өте бір тиімсіз болып кетеді. Сондықтан басқа шетке апарып ставить етеміз. Ал келесі слайд бетіне тексті жазып алдым. Енді вставка, оның ішіне Smart Art деген жерге барып, видеода көріп тұрғандай көп деген Smart Art'тың ішінен маған 3 текст жазуға арналған кез келген бір Smart Art'ты таңдаймын. Негізі өзіңізге ыңғайлысын таңдап алып, кейін мысалы 3 емес 4-5 тексттерді жаза беруге болады. Мен сол жақ шетте көріп тұрсаңыздар текст деген жазу тұр. Осы жерге апарып жазуды өзгертеміз. Тексттерді жазып болғаннан кейін жоғарыда изменить цвета деген бар. Соны басып, осы Smart Art'тың түсін өзгертуге болады. Бұл енді слайд жалпы жасыл түс болғаннан кейін түсін жасылға ауыстырамын. Және соның оң жағында стиль Smart Art деген бар. Бұл жерден осы Smart Art'тың стилін таңдауға болады. Кішкене бір эффект беруге болады. Неге шетіндегі дөңгелектерді қозғалту арқылы көлемін өзгертуге болады. Енді вставка, оның ішінен фигурадан дөңгелек фигураны алып, өте үлкен көлемде сызып аламын. Одан соң вставка, оның ішіне значки дегенге барып, мына жерде әр түрлі тақырыпқа арналған значоктардың ішінен өзіме керекті 3 значокты белгілеп аламын да, вставить батырмасын басамын. Содан соң әр значоктың көлемін үлкейтіп кішірейтуге, түсін ауыстыруға болады. Мен олардың барлығын жасыл түске ауыстырамын. Байқап отырсаңыздар, осы соңғы және алдыңғы слайдтарда бірдей фигуралар қамтылмаған. Екеуінде 2 түрлі фигуралар қолданған. Сондықтан переход жасаған кезде осы 2 слайд бетінің арасында әдемі переход болмайды. Жай ғана экран ағарып қоя салады. Неге? Себебі
екі слайдта бірдей фигуралар жоқ. Сіздерге бағана айтып кеткен ең алғашқы фишка ол бірінші слайдта қолданған фигура екінші слайдта да тұратын болса, онда сіздің переходыңыз әдемі шығады. Мінекей тағы бір мысал, 6-шы слайдқа 5-ші слайдта тұрған дөңгелек фигураны алып, просто оны жоғарғы жағына әкеліп қойып жатырмын. Сол кезде ол әдемі переходпен жоғарғы жағына баратын болады. Менде мына бір слайд бетінде екі тақырыпқа арналған, яғни екі түрлі мағынадағы текст болғандықтан арасын осылай ирек сызықты фигурамен бөліп қойдым. Бір жағынан презентацияға кішкене фокус беріп тұрады. Және ол дәл осы фигураны келесі слайд бетіне қолдандым, сонда переход әдемі шықты. Яғни сіздерге жалпы түсінікті болды деген ойдамын, иә. Бірінші слайд бетіндегі фигура екінші слайд бетінде де тұрса, онда переход әдемі шығады. Бірақ ол үшін арнайы переходты қолдану керек. Қазір көрсетемін. Мында сол жақ шетте слайдтың тізімі шығып тұр. Менде осы жерде 7 слайд беті шықты. Осының барлығын Ctrl-A батырмасын басу арқылы белгілеп аласыздар. Одан кейін жоғарыда переходы деген жерден трансформация деген переходты таңдайсыздар. Сонда сіздерге әдемі переход жасалынады. Бірақ бұл переход 2019 және 2021 жылғы PowerPoint-тың версиясында бар. Басқа ескі версияларда дәл бұл переход жоқ. Сондықтан көбісіні қоятын сұрағы менде бұндай жоқ. Қалай қойсам болады деген сияқты. Егер де осындай әдемі переход қойғыларыңыз келсе, осындай әдемі презентациялар жасағыңыз келсе, онда сол жаңа версиялы PowerPoint-ты жүктеуге кеңес беремін. Ал дәл қазір, егер де сіздерге видеоларым ұнаған болса, онда міндетті түрде видеоға лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса да қоя кетіңіздер, сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын. Және де каналыма тіркеле кетіңіздер, алдағы уақытта көптеген пайдалы ақпараттар шығатын болады.